Біз бәріміз шынтаққа жабуыл жасау әдісі туралы жақсы таныспыз, яғни сайт контролдан кимураға өтіп кету. Алдыңғы видеода көргендегідей, біздің кимурамыздың сәтті не сәтті болмауы біздің оппонентіміздің шынтағының позициясына байланысты. Яғни, егер көтеріңкі болып тұрса, біз оңай кимураға өтіп кетеміз. Ал жерге тигізіп алса, төмен ұстап, көптеген қиын жағдайларға ұшыратуы мүмкін. Мысалы, мынандай. Мысалы, мен деген оңтүстік-солтүстік позицияға өттім дейік, ол оңай. Белгілі бір дәрежеде шабуыл жасай бастады дейік, ол оңай. Аяғын түсіресің ба? Енді мен қолымды оның шынтағының астына қоя бастадым. Менің оппонентім бұл позицияны танып қойды да, қолын қатты қылдыра бастады. Қараңыздар, менің істегім келгені сол қолына шабуыл жасау болды. Бірақ менің оппонентім оны танып қойып, бірден аяғын солға тастап, шынтағын толығымен жерге түсірді. Сол арқылы мен шабуылымды жоққа шығарды. Естеріңізге салып өтейін, менің кимураны сәтті өткізуім үшін мен осы позицияға өтуім керек. Ал бұл позицияға өту үшін оппоненттің шынтағы барынша жоғары болу керек. Ал қараңыздар, ол танып қойды, солға түсірді, толығымен түсірді. Қайтадан қараңыздар, мен шабуыл жасай бастадым, ол таныды, аяғын бұрды. Бұл позицияға таласу сіздің жүйкеңізді тоздыру мүмкін. Осы позицияда жүйкесі тозғандарға жақсы жаңалық бар. Қараңыздаршы, сол қолын анағұрлым жерге түсірген сайын, оң қол көтеріледі. Және оң қолын түсірген сайын, сол қол көтеріледі. Бұл жерде басты мәселе адамның ойында. Адам ойлайды, мен сол қолына шабуыл жасайын, бітті деп. Осыған жабысып алады, оппоненті оны жерге түсіреді, ол қайтадан көтереді, нейтральный позицияға алып келіп, екеуі ары бері жүреді. Бірақ көріп отырсыздар. Бірақ сіздердің түсінетін бір нәрсе бар. Сіздің оппонентіңіз бір қолын түсірген сайын, ол сізге әрқашанда екінші қолын беріп отырады. Осыны әрқашан жаттап алыңыздар. Бұл өте маңызды негіз. Сіздің оппонентіңіз бір қолын түсірсе, екінші қолы міндетті түрде көтеріледі. Екі шынтағы да сіздің көз алдыңызда. Сол шынтағыма, оң шынтағыма бізге бәрібір. Бізге керегі бірақ нәрсе. Ол жоғары көтерілген шынтақ қайсы екенін сіздің оппонентіңіз белгілейді. Қараңыздаршы, мен сол шынтағына шабуыл жасай бастаған кезде, ол оны қорғаймын деп бізге оң шынтағын берді. Нәтижесінде біз доминантты керемет позицияға ие болдық. Енді біз бұны тез пайдаланып, сол қолын артына бұрай бастаймыз да, өз шынтағымызды жерге тигізіп, алдыға еңкейе бастаймыз шабуылымызды аяқтағанша. Міне, өздеріңіз байқағандай, бізге керегі бірақ тал ереже. Бұл өте маңызды ереже. Сіз оңтүстік-солтүстік позициясында болғанда, сізге керегі бірақ тал нәрсе. Ол жоғары көтерілген шынтақ оң жағыма, сол жағыма бізге бәрібір. Осыны жөндеп жаттап алсаңыздар, келешекте сәтті аяқталған шабуылдарыңыз көп болады.